Туған жердің қадірі оның кең даласы мен көркем табиғатында ғана емес, елге адал қызмет етіп, ұрпағына өнеге қалдырған азаматтармен өлшенеді. Атырау өңірі осындай тағылымды тағдыр иелеріне бай. Солардың бірі бүкіл ғұмырын адал еңбекке, отбасы бақыты мен ел жұртының құрметіне арнаған Сариев Қобылан Сарұлы еді. Қобылан Сарұлы 1939 жылдың 12 қазанында Атырау облысы Махамбет ауданының 14 ауылында дүниеге келді. Балалық шағы ел еңсесін енді тіктей бастаған күрделі кезеңге тұспа-тұс келіп, сол жылдардың қиындығы оны қайсар, төзімді әрі еңбекқор етіп тәрбиеледі. Кейін Еркін қала орта мектебінде 8 жылдық білім алып, азаматтық борышын абыроймен өтіп, кеңес армиясы қатарында әскерде болды. Жастайынан еңбекке бейім болған Қобылан Сарұлы кәсіби білім алуға да ерекше мән берді. 1968 жылы Деңгездегі СПТУ-да реттеуші шебер мамандығын игерсе, 1973 жылы Рубеж қаласындағы СПТУ-да тракторшы мамандығын меңгерді. Еңбек жолын Первомайский совхозында тракторшы болып бастап, сол жерде ұзақ жыл еңбек етті. Ісіне жауапты, білікті маман ретінде әріптестерінің құрметіне бөленіп, қарапайымдылығы мен еңбекқорлығымен ерекшеленді. Өзі мына Қобылан екеуміз 1962 жылы осы Первомай совхозына механизатор болып жұмысқа орналастық. Сол 62 жылдан бері МТЗ-5 дейтін трактор, одан қалабай МТЗ-50 дейтін трактор, одан кейін МТЗ-80 дейтін трактор, К700 тракторға шейін барлық сол дөңгелек трактордың кішкентайынан бастап үлкеніне дейін бірге еңбек еттік. К700 дейтін трактордың салмағы 16 тонна, тартатын жүгі 20 тонна. Совхозда жер жыртуы болсын, жүк тасуы болсын, сол трактормен бәрін бірге көп жыл еңбек еттік, бірге жүріп. Жер жыртатын болсақ, жер жырттық, шөп таситын болсақ, шөп тасыдық, қарбызды таситын болсақ, қарбыз тасыдық. Осы шаруашылықта не жұмыс болды, соның бәрін екеуміз бірге атқардық. Жасы үлкен болса да, құрдас кісідей ағайындай болып жүрдік. Сенімен де іскеміз жоқ, бір-бірімен ұрысқанымыз жоқ, керіскеміз жоқ. Бұл енді 86 жасына қарағанда өмірден өтті. Но енді балдарының бүгін жайып атқан дастарханы, жылдық дұғасына жайып атқан дастарханы, оқылып атқан дұғасы қабыл болсын. Алды өзіне, арты ұрпағына, Қобылан ортамыздан кеткенменен ұрпағы бар жалғастыратын, ұлдары бар, өмірі әрі кей жалғаса берсін. Сол ұлдары, немерелері, шөберелері аман болсын. 1964 жылы өмірлік серігі Айғаным Шаштек қызымен шаңырақ көтеріп, өнегелі әулеттің негізін қалады. Екеу тағдырдың қуанышы мен қиындығын бірге еңсеріп, балаларына мейірім мен тәрбиені қатар тартты. 1965 жылы тұңғыштары Гүлайым дүниеге келді. Кейін Қуаныш, Гүлсім, Гүлнар, Гүлнәзи, Гүлтұрған, Ұлболсын және Қуанғали өмірге келіп, шаңырақтың шаттығын арттырды. Әке ретінде әр баласының бойына адалдықты, еңбек сүйгіштікті, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді сіңірді. Қыздарымның, балаларымның бәрінің де дендерінің саулығы, бастарына амандық тілеймін. Қайда жүргенде де аман болыңдар. Көрінген балдарыңның қызығын көріңдер. Жаңа жыл құтты болсын. Қобылан Сарұлы ақжарқын мінезімен, кең пейілімен ел есінде қалды. Оның үйінің есігі ағайын туысқа да, дос шаранға да әрдайым ашық болады. Келген қонағын ерекше ықыласпен қарсы алып, ақ дастарханын жайып, ән айтып, би билеп, отырған ортаның ажарын кіргізеді. Өзі де қай ортаға барса да, көпшілікпен тез тіл табысып, жұрттың көңілін көтеріп жүретін. Сондықтан оны ауылдастары да, достары да ерекше құрметтеді. Отбасы оның өміріндегі ең үлкен бақыт еді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға ондырып, 8 немере,
16 жиен, 9 сөбере, 27 жиен шардың қызығын көріп, әулетінің ақылшы ақсақалына, ағайынның абызына айналған ардақты жан еді. Ұрпағына тек әкелік мейірім ғана емес, өмірлік бағыт бағдар, өнегелі тәрбие қалдырды. 1994 жылы зейнеткерлікке шыққанымен ел жұртпен араласуын тоқтатпады. Өмірдің қуанышымен қатар ауыр сынақтарын да сабырмен қарсы алды. 2023 жылы аяулы қызы Гүлнар ауыр дерттен өмірден озды. Бұл қайғы әкелік жүрекке ауыр салмақ салды. Ал 2024 жылы 85 жасқа толған күні өзі де сырқаттанып, содан кейінгі өмірін сол дертпен күресімен өткізді. 2025 жылдың 2 тамызында 85 жасында Қобылан Сарұлы мәңгілік мекенін аттанды. Оның жарқын жүзі, жайдары мінезі, кең пейілі, еңбекқорлығы мен адамдық болмысы өзін таныған жандардың жүрегінде мәңгі сақталады. Мен енді Қобылан ағаммен 1975 жылдан бастап таныстым. Мен армиядан келгеннен кейін мені мынау 1-ші май совхозында жұмыс жасап кеттім. Сол уақытта бір жаңадан кәсімсот келіп тұр екен. Сол кәсімсотты алуға мені совхоздың әкімшілігі шақырды. Сол шақырғаннан барсам, сол Қобыланды көрдім. Тракторды алуға ыңғайсыздан қорқа соқтап едім. Жастың онда жаңа 20-дағы жас жігіт. Сол Қобылан келіп қорыққа, мен де осындай трактор айдайын, екеуміз бірге жұмыстас боламыз деп. Сол уақыттан бері қарай енді Қобылан екеуміз жұмыстас болдық. Барлық жерде бірге жүрдік. Әрі көрші, үй арасында үй жоқ. Совхоздың жұмысы білесіңдер, өздерінің таңның атысы, күннің батысы. Қайда командировкада, жер жыртуда бірге жүріп, өте ақ көңіл азамат жігіт. Менен 15 жас үлкен болса да екеуміз құрдастай бірге ойнап, бірге жүрдік. Енді онан кейін де білмей 10 шақты жыл кәсімсотта бірге жұмыстас болдық. Өте ақ көңіл, ақ жарқын адам. Командировкада бірге болдық талай жерде. 10 жылдан кейін мен енді сол кәсімсоттан шығып басқа жұмысқа ауысып кеттім. Бірақ осы күні кешеге дейін біз бірге жүрдік. Жақсылықта да, қуанышта да, қайғыда да сол бірге болып, былайда да қонақтық дастархандарда өте бір қарапайым азамат жігіт. Енді кешегі осы өмірден өткенше мен соның қасында болдым. Бар енді қолынан келген түйенің сүтін, тағы басқа сондай нелерін әкеліп беріп тұрдым. 1-2 күн қалғанда қайтарда. Сон маған көзін бүйтіп жұмды, енді келмей ақ қойсаң дегендегі ишарат білдірді. Арамыз енді ашылмастан сондай жақсы жолдас болды. Ал енді мынау мені бала шағасы бәрі де осы өзінің әкесіндей көріп сыйлайды, құрметтеп жатады. Өте азамат еді енді абзал жан. Енді не айтамыз? Жаны жанатта болсын, иманы жолдас болсын дегіміз келеді. Жаны жанатта, топырағы торқа болсын. Алланың рақымында, пайғамбардың шабағында болыңыз. Қайран әке. Бір кішкентай бір сырқаттанып қалып, ауылға кетіп қалғанмын үйге. Енді мынау енді болмады. Сонда да сырқаттансам да, мынау көрінейін құдаларға, көрінді де жоқ болып кетті ғой деп айтады ғой деп. Келініміздің бетін ашқан көрімдігін берейік. Осы арада үлкен кісіміз ғой енді деп келіп жатырмын. Құдалар кешіріңіздер. Кешірім сұрайық. Кіршіксіз туған анадан байлыққа барын балаған, баласын жарын бағым деп санаған. Жан едім қайтем нарадам, жарық ет жатқан жерінде. Сұраймын бүгін, сұраймын Алладан. Әке
ұрының бөлек өмірде, әкешім жоқтығың батты көңілге, әкешім түсіме емші асқар тауым менің, әкешім сағынып жүрмін өзіңді, әкешім айта алмадым кей сөзімді, аңсаймын балалық бар бал дәурен кезімді. Шырағың әке сөнбейді, жолдарың жүрген сөйлейді, көргенде осы күнді де ой жейді. Елес боп бәрі бүгінде, қимылым даусым түріңде, кеткенмен өзің елесің өлмейді. Әкешім арманым қалды айтылмай, әкешім ұрпағың қалды артында, әкешім кірлеп емес атыңды алтындай, әкешім орының бөлек өмірде, әкешім жоқтығың батты көңілге, әкешім асқар тауым сағынамын сені. Балдарым, бәріңе мейрамдарың 8 март мейрамдары құтты болсын, елдеріңе сау болсын, аттарың аман болсын, бала-шағаларың қырғын көріңдер, жұмыста жемісті болыңдар, өнерлі болыңдар, өркендерің өсе берсін, жапырақтарың жайыла берсін. Мен сол жапырақтың ортасында кемпірмен екеуміз отыра берейік. Бұйырса, қанша келеміз, соншаға шейін отырамыз.